Сәлеметсіздер ме? Бүгін логарифмнің қасиеттері тақырыбы бойынша 20 есеп талдайтын боламыз. Бірінші есеп а тең болады 3-тің 4 дәрежесі болса, онда логарифм а негізді 243-ті есептеуіміз керек. Логарифм а негізді 243 тең болады. Логарифм а негізді 243 3-тің неше дәрежесі? 3-тің квадраты бізде 9. Демек 3-тің 4 дәрежесі 81, 3-тің 5 дәрежесі 243. 3-тің 5 дәрежесі сосын логарифм а негізді 3-тің 4 дәрежесі көбейту 3-те болатын болсақ, логарифм а негізді 3-тің 4 дәрежесі қосу логарифм а негізді 3. Логарифм а негізді бұл логарифм а-ның орнына 3-тің 4 дәрежесінің 3-тің 4 дәрежесі, яғни негізінде 3-тің 4 дәрежесі, мұнда 3-тің 4 дәрежесі жаза аламыз ғой, немесе а деп те жазуға болады. Қосу логарифм а негізді 3 тең болады. Мынау бізде 1-де береді. 1 қосу, егер а-ның орнына біз 3-тің 4 дәрежесін жазатын болсақ, 4-тен 1 болып алдына түседі. 4-тен 1 логарифм 3 негізді 3 тең болады. 1 қосу 4-тен 1, мынау бізде түгелмен 1-де береді. 4-тен 1-ге 1 қосам, 4-тен 5. Екінші есеп, x тең болады логарифм 10 негізді 20, y тең болады логарифм 20 негізді 40, z тең болады логарифм 100 негізді 200 болса, төмендегілердің қайсысы дұрыс? Ол үшін былай жазып аламыз. X тең болады логарифм 10 негізді 20-ны 10 көбейту 2 деп аламыз. Тең болады логарифм 10 негізді 10 қосу логарифм 10 негізді 2. Бұл бізде 1-де береді. 1 қосу 10-дық логарифм 2. Логарифм 2 бізде жуықтап алғанда 0,3 кетеді. Демек, бұл бізде 1,3-ті береді. Y-тесте есептейміз. Логарифм 20 негізді 40 тең болады. Логарифм 2 көбейту 10 және 4 көбейту 10 деп аламыз. Мына жерде біз жаңа негіз енгізіп жіберейік, сол бізге тиімді болады. Былай деп жазайық. Логарифм 10 негізді 40 бөлінген логарифм, немесе бүйтіп жаза берейін әзірге, 10 негізді 20, да? Сосын мен енді былай жаза берейін, 10-дық логарифм болғандықтан. 40-ты 4 көбейту 10 деп аламын. 20-ны 2 көбейту 10 деп аламын. Мұнда ол 2-нің квадраты болғандықтан 2 логарифм 2 плюс 1. Мұнда логарифм 2 плюс 1. 2-ні 0,3-ке көбейтеміз. 0,6 қосу 1. 0,3 қосу 1 тең болады. 1,6 бөлінген 1,3. Сонда бұл 16 көбейту 13-тен 10. 13-тен 16 немесе 1,13-тен 3. Келесі z есептейміз. Z тең болады логарифм 100 негізді 200. Енді ол 100 болғандықтан мұнда шығарып жібереміз. 2-ден 1 логарифм 10 негізді 200-ді мен 100 көбейту 2 деп аламын. Сонда 2-ден 1 логарифм 100 қосу логарифм 2. Мынау бізде квадратты береді. 2-ден 1, 2 логарифм 10 плюс логарифм 2. Жақшаны ашамын, мынау 1 болып кетеді. 1, 2, 2-ні 2-ден 1-ге өтсек, бәрібір 1-ді. Қосу 2-ден 1 логарифм 2. 1-ге қосамын, 2-ден 1 көбейту 0,3-ті.
немесе 1 қосу 2-ден 1-ді көбейтемін 10-нан 3-ке. 1 қосу 20-дан 3 немесе 20-дан 23. 1 бүтін 20-дан 3. Сонда салыстырасыздар. 1 бүтін 10-нан 3, 1 бүтін 13-тен 3 және 1 бүтін 20-дан 3. 1 бүтін 20-дан 3 дегендеріңіз бұл 1 бүтін 100-ден 15. 1 бүтін 100-ден 15, 1 бүтін 10-нан 3. Так, мынау бізде 1 бүтін 2-де бір нәрсе шығады. Сонда былай болады. Мынау z деген кішісі болады. 1 бүтін мынау ортада тұрады. Y-іміз және X-іміз 1 бүтін 10-нан 3. Сонда біз Е жауабын қабылдайтын боламыз. Үшінші есеп. Логарифм 18 негізді 108-ді n және m арқылы өрнектеңіз дейді. Егер логарифм 10 негізді, яғни 10-дық логарифм бұл жерде 10 негізді 2 n-ға тең болса, логарифм 10 негізді 3 m болса. Жалғастырамыз. Мына жерде негіздері 10 болғандықтан былай жазып алуға болады. Логарифм 18 негізді 108 тең болады. Логарифм 10 негізді 108 бөлімінде логарифм 10 негізді 18. Мен енді 10-дық логарифм түрінде жазамын. Логарифм 18-ді 2 көбейту 3-тің квадраты деп жазамын. Так, логарифм 108-ді неше деп жазуға болады? 2-нің квадраты көбейту 27 3-тің кубы, да? Сонда логарифм 2-нің квадраты қосу логарифм 3-тің кубы, логарифм 2 қосу логарифм 3-тің квадраты. Дәрежелерін алдына шығарып жіберемін. 2 логарифм 2 плюс 3 логарифм 3. Бөлімінде логарифм 2-ке қосамын 2 логарифм 3-ті. Бұл жерде логарифм 2 n-ға тең, сонда 2n плюс логарифм 3-тің орнына m қоямыз. 3m. Бөлімінде n қосу 2m. Төртінші есеп. Осындай қосынды берілген, және осы қосындының мәнін табуымыз керек. Логарифмнің қасиетін қолданамыз. Логарифм 10 минус логарифм 11 плюс логарифм 11 азайту логарифм 12 плюс логарифм 12 азайту логарифм 13 плюс логарифм 13 азайту логарифм 14 плюс тағы сол сияқты логарифм 999 азайту логарифм 1000. Сонда бұлардың бәрі таңбалар әртүрлі болғандықтан бір-бірімен жойып кетеді. Логарифм 10 дегеніміз ол 1-ді береді. Бұл жерде алдындағысымен қысқарып кетеді. Азайту 3. Сонда минус 2 шығады. Мұнда біз логарифм 10-ның кубы деп жаза аламыз. Кубын алдына шығарып жібереміз. Бесінші есеп. Логарифм 5 негізді, логарифм 2 негізді 32-ні табуымыз керек. Сонда логарифм 5 негізді, логарифм 2 негізді 32 тең болады. Логарифм 5 негізді. Так, мына жерде 2-нің неше дәрежесі 32-ке тең болатын еді? 5 дәрежесі. Сонда логарифм 5 негізді 5 бізде 1-ді береді. Алтыншы есеп. Есептеңіз. Логарифм 2 негізді түбірасты 2 азайту логарифм түбірасты 2-нің 2 негізді 2 тең болады. Мына жердегі түбірасты 2-нің дәрежесін алдына шығарып жіберемін. 2-ден 1 логарифм 2 негізді 2 азайтамын. 2-нің 2-ден 1 дәрежесі алдына ол 2 болып түседі. Логарифм 2 негізді 2 тең болады. Но бізде 1-ді береді. Демек 2-ден 1 азайту түгел 1-ді береді. 2 тең болады. Минус 2-ден 3 немесе минус 1,5. Жетінші есеп. Логарифм x бөлінген y 1-ге тең. Логарифм x көбейту y 3-ге тең болса, x плюс y өрнегінің оң мәнін табыңыз. Біз былай етіп жаза аламыз. Логарифм x бөлінген y тең 1. Логарифм
x бөлінген y тең болады логарифм 10. Сонда x бөлінген y тең 10. Логарифм x көбейту y тең 3. Бұл бізде логарифм x көбейту y тең болады логарифм 1000. Сонда x көбейту y тең болады 1000-ға. X көбейту y тең 1000. Ары қарай x дегеніміз ол 10 y-ге тең. Сонда x-тің орнына қоямын. 10 y көбейту y тең болады 1000. Y-тің квадраты тең 100-ге. Бізге 10 мәнін табыңыз дегендіктен y 10-ға тең, ал x-іміз 100-ге тең. Енді екеуінің қосындысын табу керек болса, 100-ге 10-ды қосамыз. 110. 8-ші есеп, логарифм 3 негізді 7x-ға тең болса, онда логарифм 7 негізді 21-ді x арқылы өрнектеңіз дейді. Логарифм 7 негізді 21-ді былай жазуға болады. Логарифм 7 негізді 7 көбейту 3. Тең болады. Логарифм 7 негізді 7 қосу логарифм 7 негізді 3. Бұл бізде 1-ге тең болады. 1 қосу логарифм 7 негізді 3. Немесе логарифм 7 негізді 3-тің орнына 1 қосу 1 бөлінген логарифм 3 негізді 7-ні жазуымызға болады. Сонда 1 қосу 1 бөлінген x, немесе ортақ бөлімге келтіретін болсам, x плюс 1-ді x-қа бөлеміз. 9-ші есеп, есептеңіз дейді. Бұлай етіп жазылайық. 4 логарифм 3 негізді 6 көбейту 2 плюс 2 бөлінген логарифм 2-нің квадраты, мұнда 2-ден 1 болып түседі, 3 көбейту 2 тең болады. 4 бөлінген логарифм, 6 емес, мұнда 3. 3 көбейту 2 бізде 6 болады. Логарифм 3 негізді 3 қосу логарифм 3 негізді 2. Қосамын. 2-ден 1-ді алына көбейтіп жіберемін. 4 логарифм 2 негізді 3 қосу логарифм 2 негізді 2. Тең болады. 4 бөлінген 1 қосу логарифм 3 негізді 2 қосу 4 бөлінген логарифм 2 негізді 3 қосу 1. Енді біз ортақ бөлімге келтіріп жіберейік, немесе мына жерден екеуінде бір түрге келтірейік. 1 қосу логарифм 3 негізді 2 қосу 4 бөлінген 1 бөлінген логарифм 3 негізді 2 плюс 1. Тең болады. 4 бөлінген 1 қосу логарифм 3 негізді 2 плюс мұнда 1 қосу логарифм 3 негізді 2 на бөлімін алына шығарып жібереміз. Логарифм 3 негізді 2. Сонда бізде бөлімдері бірдей. 4-ті жақшаның сыртына шығарып жүрсем, 1 қосу логарифм 3 негізді 2, 1 қосу логарифм 3 негізді 2. Қысқарып кетеді, ең соңында жауабы 4 болып қалады. 10-ші есеп, есептеңіз. 8-дің логарифм 2 негізді 4 дәрежесі қосу 9-дің логарифм 3 негізді 6 дәрежесі. 8-дің өзін мен 2-нің 3 дәрежесі деп жаза аламын. Ол логарифм 2 негізді 4-ке көбейтіледі, қосу 9-ды 3-тің квадраты деп жаза аламын. Сонда 2-нің логарифм 2 негізді 3-ті 4-тің дәрежесіне беремін. 64-ті. 16-16-ны тағы да 4-ке көбейтеміз, 64. Қосу 3-тің логарифм 3 негізді 6-ның квадраты 36. Сонда 64-ке қосамыз 36-ны 100 болады. 11-ші есеп, логарифм 3 негізді 625. Бұлай жазып алайық. Логарифм 3 негізді 625-ті біз 25-тің квадраты 5-тің 4 дәрежесі деп жазамыз.
көбейту логарифм. Логарифмнің қасиетін қолданып 49, 16, негізі 7 де 4 деп жаза алайық. Сосын көбейту логарифм 5-тің кубы негізіндегі 7 көбейту логарифм 2 негізді 3. Сосын алдына шығарып жіберемін. 4 көбейту логарифм 3 негізді 5 көбейту логарифм 7 негізді 4 көбейту логарифм, мына 3 дереже алдына шығып кетеді. 3-тен 1 логарифм 5 негізді 7 көбейту логарифм 2 негізді 3. Сосын логарифм 7 негізді 4-ке жаңа негіз енгізейік. Логарифм 3 негізді 5 көбейту логарифм 5 негізді 4 бөлінген логарифм 5 негізді 7. Көбейтемін. 3-тен 1 логарифм 5 негізді 7 көбейтемін. Мынаны тағы да жазам. Логарифм 3 негізді 3 логарифм 3 негізді 2. Сонда логарифм 5 негізді 7 мен логарифм 5 негізді 7 қысқарады. 4 көбейту логарифм 3 негізді 5 көбейту логарифм 5 негізді 4 көбейту, бізде 1-ді береді, және мұнда 3-тен 1-ді мұнда жазып жіберейін, 3-тен 4 деп. Логарифм 3 негізді 2. Сосын былай жазуымызға қарай тең болады. 3-тен 4-ті жазып қоямын. 3-тен 4, сосын логарифм 3 негізді 5 көбейту 1 бөлінген логарифм 3 негізді 2 көбейту логарифм 5 негізді 4. Енді мына жерден былай етіп жазып аламын. 3-тен 4 логарифм 3 негізді 5 көбейту 1 бөлінген логарифм 3 негізді 2 көбейту логарифм 3 негізді 2 квадратында жазамын, және логарифм 3 негізді 5. Логарифм 3 негізді 5 қысқарады, мынау қысқарып кетеді. Сонда 3-тен 8 немесе 2/3-тен 2 болады. 12-ші есеп, логарифм 720 берілген. X, Y, Z арқылы біз өрнектеп, осыны есептеп көрсетуіміз керек. Логарифм 720 тең болады логарифм 72 көбейту 10. Логарифм 72 қосу логарифм 10. Логарифм 72-ні мен 8 көбейту 9 деп жаза аламын. Қосу 1. Логарифм 8 қосу логарифм 9 қосу 1. Қосу 1-ді біз Z арқылы өрнектеңіз деп тұрды, сондықтан қазір былай жаза берейік. Логарифм 2-нің 3 дәрежесі қосу логарифм 3-тің квадраты қосу логарифм 10-ды 2 көбейту 5 деп алайық. Сонда 2 логарифм 3 логарифм 2 қосу 2 логарифм 3 қосу логарифм 2 қосу логарифм 5. 3 мұнда 2, сонда 4 логарифм 2 плюс 2 логарифм 3 плюс логарифм 5. Логарифм 2-нің орнына x қоям. 4x қосу 2y, мұнда y қоям, қосу z. Неке осы үшеуі арқылы өрнектеп көрсеттік. 13-ші есеп, логарифм 6-ны m және n арқылы өрнектеңіз дейді. Логарифм 6 тең болады. Бүйтіп жазамыз. Логарифм
2 негізді 6, логарифм 2 негізді 10. Логарифм 2 негізді 6-ны 3 көбейту 2 деп жазайық. Логарифм 2 негізді 2 көбейту 5. Логарифм 2 негізді 3 қосу логарифм 2 негізді 2. Логарифм 2 негізді 2 қосу логарифм 2 негізді 5. Логарифм 2 негізді 3 қосу 1. Мынау 1-ді береді. Қосу логарифм 2 негізді 5-ті мен былай жазам. 1 бөлінген логарифм 5 негізді 2 деп жазам. Сонда логарифм 2 негізді 3 қосу 1. Логарифм 5 негізді 2 қосу 1. Бөлімінде логарифм 5 негізді 2, оны қазір алымына көбейтіп жібереміз. Сонда логарифм 2 негізді 3 бізде m-ді береді. m қосу 1-ді көбейтемін. Логарифм 5 негізді 2 ол n. Логарифм 5 негізді n қосу 1. Немесе жақшаны ашып жазып қойсаңыздар да болады. 14-ші есеп. Логарифм 2 негізді 3 бізде a-ға тең. Енді мыналарды қалай жазамыз? Логарифм 2-ның 2-ден 1 дәрежесі, ол алдына 1 бөлінген 2-ден 1 болып түседі, сонда 2-ның өзі болады. Қосу логарифм 2-де 3, 3-тің 2-ден 1 дәрежесін алдына жібереміз. Азайту логарифм 2 негізді 3. Логарифмнің қасиетін қолданамыз. 3-ші дәрежелі түп астына екеуін де шығарып жібереміз. Енді логарифм 2 негізді 3-тің орнына а қоямын. 2а қосу 2-ден 1а азайту а тең болады. А-ға 0,5 қосамыз, сонда 1,5 а шығады. 15-ші есеп, есеп теңіз дейді. 3 көбейту логарифм 2 негізді. 4-тің қандай дәрежесі 16-ға тең болатын еді? 2 дәрежесі. Қосамыз. Логарифм 0,5 дегеніміз ол 2-ден 1, 2 тең болады. Мынау бізде 1-ді береді. Сонда 3 қосу 2-ден 1-дің қандай дәрежесі 2-ге тең болатын еді? Минус 1 дәрежесі. Сонда нәтижесінде 2 шығады. 16-ші есеп. Есеп теңіз дейді. Мына жерге тең болады деп жалғастыра берейік. 36-ның квадраты логарифм 6 негізді 5 деп аламын. Қосу 10-ның 1 дәрежесі көбейту 10-ның минус логарифм 2. Азайту 3-тің логарифм 3 негізді 6 деп жазаламыз. 2-ні 5-тің квадратына жіберемін, сонда 25 болады. Қосу 10 көбейту. Мына дәрежені 2-ның минус 1 дәрежесі, сонда бұл 2-ден 1 болады. Азайту 6. Бұл жерде барлығында да логарифмнің қасиеттерін қолданып отырмыз. 10 мен 2-ні қысқартамын. Сонда 25-ге 5 қосамын 30, 30-дан 6 аламыз 24. 24 шығады екен. 17-ші есеп, логарифм 23-ті табуымыз керек. А-ның, В-ның, С-ның мәні беріліп тұр. Енді мынаны қолданамыз. Так, логарифм 23-ті мен былай жазамын. Логарифм 1656 бөлінген 72. Логарифм 1656 бөлінген 72 деп алсақ, ол 23-ке тең болады. Сосын логарифм 1656 72-ні 9 көбейту 8 деп аламын. Логарифм 1656 азайту логарифм 9 көбейту 8. Логарифм 1656-ның орнына а-ны қоямын. Азайту логарифм 9 дегеніміз ол 3-тің квадраты. Сосын қосу логарифм 2-ның кубы. А азайту 2 логарифм 3
қосу 3 логарифм 2. А азайту, логарифм 3-тің орнына с-ны қоямын. 2с минус 3b. Немесе бұлай жазуымыз болады. А азайту 3b, азайту 2с. 18-ші есеп. А-ның 5 дәрежесі b-ға тең. Логарифм b негізді а кубты табуымыз керек. Логарифм b негізді а-ның кубы тең болады. 3 көбейту логарифм b негізді а. Бұның орнына а-ның 5 дәрежесін қоям. 3 логарифм а-ның 5 дәрежесінде а тең болады. Бұл 5-тен 1 болып шығады. 5-тен 3 логарифм а негізді а. Сонда 5-тен 3-тің өзі шығады. 19-ші есеп. Логарифм 6 негізді 3-тің мәні беріліп тұр. Логарифм 6 негізді 2-ні табамыз. Логарифм 6 негізді 3-ті бұлай жазайық. Логарифм 6 негізді 6-ны 2-ге бөлеміз. Сонда логарифм 6 негізді 6 азайту логарифм. Керісінше алайықта, бізге логарифм 6 негізді 2 керек қой. Сонда мына жерге 3 деймін. Сонда логарифм 6 негізді 3. 6 негізді 6 1-ді берсе, 6 негізді 3 аға тең. Сонда логарифм 6 негізді 2-міз 1 азайту а болады. Және 20-ші есеп, бүгінгі соңғы есеп талданып жатырған. Бір бөлінген логарифм x негізді y а-ны мен бұлай жазып аламын. Логарифм а негізді x y. Азайтамын. Тағы да солай. Логарифм а негізді x. Азайтамын. Логарифм а негізді y. Ашамыз. Логарифм а негізді x қосу логарифм а негізді y. Азайту логарифм а негізді x. Азайту логарифм а негізді y. Тең болады. Таңбалар қарама-қарсы, нәтижесінде 0 шығады.